Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 5-ші сабақтан 10-ші сабаққа дейін біз әріптердің үстіне, астына қойылатын белгілерді үйренеміз. Олар харакаттар, сукун, шадда, тәнуин, мәд және созу белгілері сияқты. 5-ші сабақта біз харакатты үйренеміз. Мен сіздердің харакат деген не, шадда деген не деп бастарыңызда қатырмаймын. Бұлай айтқанда, бізге оңай тез қабыл алатын тілмен сөйлесеміз бұлай айтқанда. Мысалға біз араб тілінде 3 дауысты дыбыс бар деп айттым. 3-ші сабақта байқасаңыздар. 3 дауысты дыбыс бар, ол ә, и, у дедім. Үстіндегі сызық, астындағы сызық, және домалақ 9-ға немесе уға ұқсайтын белгі. Түсінікті ғой? Үтірге ұқсайтын белгі деген ғой. Енді харакат, яғни харакат деген дауысты дыбыс болды. Түсінікті ғой? Дауыссыз дыбыс әріптердің үстіне қойылатын дауысты дыбыс. Бұлай түсінсек. Харакат. Дауыссыз әріптердің үстіне немесе астына қойылатын дауысты дыбыс деп оқып алайық бірінші. Харакат 3-ке бөлінеді. Ә, и, у деп. Біріншісі, ә деген дауысты дыбыс, ол фәтқа деп аталады. Бірден мұна әлиф әрпіне қарасақ, үстіндегі сызық не десек, ол фәтқа болады. Фәтқа деген не десек, ол үстіндегі сызық дейміз. Ол қандай дыбыс береді десе, ә дейміз. Болды, түк қиындығы жоқ. Фәтқа деген не? Деген сұрақ қойылса, үстіндегі сызық деп жауап бере саламыз. Фәтқа деген не? Үстіндегі сызық. Оның қызметі ә деген жіңішке әріпте, ал жуан әріпте а деген әріп шығару. Яғни да, та деген сияқты. Оқимыз енді. Әлиф деген әріпті оқымаймыз. Оның дыбысын ғана оқимыз. Ә. Енді м деген әріп мынау. Мим деген әріп. Соның мысын ғана аламыз да, әмен қоса саламыз. Мә. Ра. Ә. Мә. Ра. Қосылып жазылғанда бұлай жазылады. Ә. Мә. Ра. Тә. Ра. Кә. Қосылғанда тә. Ра. Кә. Сақаушыдан мынау зәл деген әріп. Ә деген дыбыс. Зә, хә, бә. Қосылғанда зә, хә, бә болады. Мә, нә, ә. Қосылғанда мә, нә, ә болады. Са, бә, ра. Қосылғанда са, бә, ра. Ва, лә, мә. Ва, лә, мә. Бұл бізде фәтқа. Қорытындылай келгенде, фәтқа деген не деген кезде? Фәтқа деген үстіндегі сызық. Міне, осылар ғой. Оның дыбысы жіңішке болған кезде ә деген дыбыс береді. Жуан болған кезде ра, а деген дыбыс береді. Түсінікті ғой? Келесісі дыбыс ол и деген дыбыс. И деген дыбыстың аталуы кәсіра деп аталады. Яғни мынау, міне. Кәсіра деп аталады. Кәсіра деген не деген сұрақ қойылса, ол астындағы сызық деп жауап бере салу керек. Кәсіра деген не? Ол астындағы сызық. Оның қызметі жіңішке әріптерде и, яғни ви, жуан әріптерде ый, яғни вы. Ад, иді қоса саламыз да, вы болады. Мынау жіңішке әріптерде ви дей саламыз. Ви, ми, ри дей саламыз. Түсінікті? Енді оқимыз. Ә, ви, нә. Ә, ми, нә. Вә,
ри, сә. Та, би, қа. Шә, ри, бә. Лә, би, сә. Вә, ли, я. Тә, би, а. А, вы, мә. А, да, си. Лә, хә, би. Мә, сә, ди. Осылай. Келесісі дамма. Дамма деген не десек, ол тоғызға ұқсаған немесе үтірге ұқсаған белгі дейміз. Дамма деген не? Тоғызға ұқсаған белгі немесе үтірге ұқсаған белгі. Бұл белгі не деп аталады? Дамма деп аталады. Дамманың қызметі у деген дыбысын береді. Яғни ру, зи, қа. Ру байқасақ. У, екі у кеп тұр, екеуінде де у деп айта саламыз. У, ли, да. Ку, ти, бә. Міне у деп тұр. У, ви, нә. Джу, ай, лә. Зу, ки, ра. У, ми, ра. У, хи, зә. Я, хә, бу. Бу. Фә, ху, вә. Мә, ә, лу. Лу, міне, л, лу. У, л, у, лу. Ду, ри, бә. Ду, ри, бә. Жуандарда ауаны жинап ұрып тұрып айтамыз. Ду, ри, бә. Мысалы, ду деген сияқты. Ал жіңішке әріптерде жіңішке айтамыз. Лу деген сияқты. Лу, ку деген сияқты. Бесінші сабақты қорыта келгенде біз харакат деген нәрсені үйрендік. Харакат дегеніміз не? Харакат дегеніміз үш дауысты дыбыс. Түсінікті. Ә, и, у. Осы харакат. Немесе харакат дегеніміз дауыссыз әріптердің үстіне немесе астына қойылатын дауысты дыбыс. Солай түсінсек те болады, ережесімен айтсақ. Харакат үшке бөлінеді. Ә, и, у. Фәтқа, кәсіра, дәммі. Енді фәтқа дегеніміз не деп сұрақ қойсақ? Фәтқа дегеніміз үстіндегі сызық дей саламыз. Үстіндегі сызық фәтқа. Оның қызметі ә, жіңішке әріптерде, ә, жуан әріптерде а. Түсінікті. Кәсіра. Кәсіра дегеніміз не? Кәсіра дегеніміз астындағы сызық. Оның қызметі жіңішке әріптерде езу созылады. Мысалы, би деп, күміндеп тұрамыз. Би деп. Жуан әріптерде езу созылмайды. И деген әріпті қосамыз. Сонда ты, ти, деген сияқты. Үшіншісі дамма. Дамма дегеніміз не? Дамма дегеніміз тоғызға ұқсаған немесе үтірге ұқсаған белгі. Ол мысалға ку, ту деген сияқты. Сонымен 5-ші сабақты тәмамдаймыз.